Дін мен идеологияның арасын бір айырып алсақ, қалай қарайсыздар? Енді теолог болғаннан кейін осы мәселеде бір сөйлесіп көрсек. Қызық тақырып. Мысалға, ислам дін ба, идеология ма? Егер ислам таза күйінде, Құран күйінде, хадис күйінде жететін болса, ғалымдардың сөзіменен, онда бұл таза дін. Ал енді белгілі бір адамдардың мүддесі үшін қызмет ететін болса, онда сізге бұл дін күйінде емес, бәлкім идеология күйінде жетіп келіп жатыр. Енді дін мен идеологияның қандай айырмашылықтар бар? Дін бұл Құдайдан, идеология бұл адамдардан. Діннің мақсаты қоғам ортасында үйлесімділік орнату, және десе ақыретке ақ жүзбен бару. Ал идеологиясы қоғам арасында белгілі бір саяси топтарға қызмет ету, немесе белгілі бір мемлекеттер үшін қызмет ету, және десе оның ешқандай ақыреті жоқ. Ал дін есе адамға адамгершілікті үйретсе, идеологиясы өзімшілдік пен менменшілдікті үйретеді. Қызық нәрсе, жалпандай. Біз кейде идеологияға әсерленіп, оны дін деп түсініп жатамыз. Және десе оны біз ислам деп білеміз. Бірақ өкінішке орай ондай емес. Сол үшін идеологияда өзінің бір иісі бар. Мысалға, біз андай бір асханаға кіргенде белгілі бір иістерді білеміз де, тура сол маған солай көрінеді. Идеологияның өзіндік бір иісі бар сияқты. Яғни, ол бұл белгілі бір топ үшін, белгілі бір жамағат үшін ғана қызмет ететіндей. Олар ғана ақтай, олар ғана дұрыс секілді көрінетіндей. Бірақ шындығында ислам мүшриктің де дыбысын тыңдаған, оның да үнін еститін дін емес пе? Мысалға, Омар радиаллаху анхудың халифалық кезеңінде бір яхудия әйелдің, немесе христиан әйелдің ауласына мешіт түсетін болады. Белгілі бір жерін мешіттің аумағы етіп алынады. Ал одан кейін әлгі әйел әділетсіздікке шыдай алмайды. Омар радиаллаху анхуға хат жазады: "Ей халифа, менің өмірімде осындай жағдайет орын алып жатыр. Яғни маған мұсылмандар тарапынан әділетсіздік орнап жатыр." Сол кезде Омар радиаллаху анхудың жасайтын ісі не болды? Үкім шығарды. Ол кісіге хақ мәселесінде хақын өтеп беруді, яғни оны разы ететіндей хақ беруді талап етті. Қарап отырсаңыздар, біздің мұсылман ислам діні бұл сол кезеңде билігі жүріп тұрған заманның өзінде әлсіздің үнін еститін дін болған. Ал қазіргі заманға келіпші, идеологияның әсерінен біз не істедік? Идеологияның әсерінен бір сапта тұрған мешіттегі жамағаттағы бауырларымызды жек көреміз. Неге? Өйткені ол пәленше жамағаттан. Өйткені ол мынандай, өйткені ол мынандай. Имамшы. Имам ол сол белгілі бір саяси қуыршақ секілді көреміз. Ал шындығында ше? Шындығында ол біздің жаназамызды оқып беретін, бізді тура жолға бастайтын, біздің некемізді қиып беретін. Бағана айтқандай, неге жаназа дедім? Біздің өміріміздегі ең маңызды сәттердің бірі. Яғни біз өлген кезіміздегі біз үшін ең соңғы оқылатын намаз ол жаназа. Және есе ол қаншалықты сапалы оқылады? Бұл имамға байланысты. Идеологиядан әсерленгендер мен діннен әсерленген адамдардың арасындағы айырмашылықтарды қарайтын болсақ, бірі мейірімді, екіншісі агрессивті. Агрессивтінің жүрегінде жек көрініш бар, көңілдің тоймастығы бар. Ал мейірімділіктің есе кешірімділік бар, одан үміт күтеді. Яғни оның үміт үзілмеген адамдарға деген. Яғни адамдар Құдай қаласа намазын бастайды, әлі жақсы жаққа өзгереді деген. Ал агрессивті адамның жүрегінде тек қана ыза, кек, оның жүрегінде ешқандай үміт болмайды. Бұл адам болмайды, болды, бұл тозақы деген сияқты да. Яғни мен сіздерге қазір пәлен жамағат идеология, пәлен жамағат дін деп айта алмаймын. Бірақ негізгі факторлар мен негізгі көріністерін көрсетіп кеттім. Сол себепті адамдар сізге исламды, сондай бір таза болған нәрсені идеологиямен араластырып, сіздің исламға деген құрметіңізді, исламға деген сеніміңізді арбауға түскен кезде осы нәрселерден сақ болыңыз. Ислам ешқашан бір мемлекеттің, бір саяси топтың, белгілі бір жамағаттың мүддесі үшін қызмет етпейді. Ол әділдік үшін, ол мейірімділік үшін, қоғамдағы үйлесімділік үшін қызмет етеді. Исламның мақсаты бір жерде бүлік шығару, немесе бір жерде бағанандай бір топ болып елге қарсы жүру емес. Бәлкім исламның мақсаты елді біріктіру, адамдардың ортасында бір-біріне деген қарым-қатынасын түзеу, және десе адамдарды дамыту. Ислам ескіліктен, қараңғылықтан әрқашан аулақ болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алғашқы кезеңде сахабаларды не істеді?
оқытты. Одан кейінше халифалықтардың кезеңінде де білімділер құрметті болды. Білімділерге қолдау көрсетілді. Яғни тек қана біз олар қарапайым халықтың зекетін жинап, сол зекетін артынан күн көрген емес. Осы нәрсені біз ескеруіміз қажет. Сол себепті ислам ол таза дін, ол ешқандай бір кіршіксіз болған, белгілі бір жамағаттың мүддесі үшін емес, бәлкім мұсылмандардың мүддесі үшін жұмыс жасайтын, егер жүйе деуге болатын болса, ислам сондай бір жүйе. Ал шындығында ол Алладан түскен тура жол, әрі Алла қабыл ететін дін ол ислам, идеология емес. Идеология ол өте қауіпті нәрсе. Біз идеологияға кіру арқылы шет елдегі кейбір қауымдарменен кейбір мемлекеттердің қалауын орындап, солардың жүрегінде тыныштық болып жүрген, дөрекі айтсақ, солардың қолдарымыз. Олар қалаған аяттарын айтады, біз сол аяттармен әсерленеміз. Олар қалаған хадистерін айтады, біз сол хадистерін әсерленеміз. Мақсат, олар өз мүддесі үшін бізді құлша жұмсау. Біздің ең пәк болған, ең қасиетті болған наным сенімімізді өз мүддесі үшін таптауы. Сол үшін адамдар сізге келіп дін ұсына ма? Онда асықпаңыз. Ол дін ұсынып жатыр ма, идеология ұсынып жатыр ма? Осының арасын бір жіктеп алыңыз. Ассаламу алейкум.